Ассалаумағалейкум. Еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде таңғы жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Бүгін ел аумағында тұрақсыз ауа райы сақталады. Бұл туралы төтенше жағдайлар комитеті хабарлады. Ведомствоның мәліметі бойынша Ақмола, Павлодар, Қарағанды, солтүстік және батыс Қазақстан облыстарының кей жерлерінде тұман түсіп, көктайғақ болады деп күтілуде. Желдің екпіні секундына 28 метрге дейін жетеді. Ал Маңғыстау, Қостанай, Жамбыл, Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, оңтүстік және шығыс Қазақстан облыстарының кей жерлерінде қарлы бұрқасын болып, жел күшейеді. Қолайсыз ауа райына байланысты Қазақстанның бірнеше аймағында көлік қозғалысына шектеу қойылды. Төтенше жағдайлар комитеті ұсынған мәліметтерге сәйкес Ақмола, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қостанай және Қарағанды облыстарындағы бірқатар жолдарда автомобиль қозғалысына тыйым салынды. Ал Шығыс Қазақстан облысының Зырян, Көкпекті және Қатонқарағай аудандарында су тасқыны болу қаупі бар. Сала мамандары қазір күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті. Облыста тасқынның алдын алу мақсатында 5 жұмыс тобы құрылды. Әрбір аудандағы жағдайға күнделікті мониторинг жасалып отыр. Жалпы өңірде 203 гидротехникалық нысан бар. Олардың тең жартысы толық жөндеуді қажет етеді. Тағы 31 су тоспасының әбден тозығы жеткен. Қазір олар қатаң бақылауға алынды. Ауа райын болжаушылар облыста биыл қар қалың болғанын айтып отыр. Жылдағыдан шамамен 30-40%-ға көп. Қуантарлығы күні бүгінге дейін оның 85%-ы еріп кеткен. Аймақтағы 203 гидротехникалық нысанның 107-сі облыстық коммуналдық меншікте, 70 нысан республикалық маңызда. Су жиналатын барлық қойналар мен тоғандар күнделікті бақылауда. Егер су мөлшерден тыс көбейсе, бірден шара қолданамыз. Бұл жұмыстарға құзырлы органдармен қатар ауыл әкімдері де жауапты. Көктемгі қызыл су жыл бұрын қарағандылық жұртты әбден әбігерге салған еді. Әсіресе орталыққа жақын жатқан жұмысшы елді мекені көп зардап шекті. Мал шығыны болды, тұрғындардың жеке мүлкіне зақым келді. Егер қар күрт ерісе, апаттың биыл да қайталануы мүмкін. Сондықтан сала мамандары ауылды аралап, тұрғындарға сақтық шараларын түсіндірді. Жители улицы Пионерской. Просьба выйти на улицу. Құтқарушылар су тасқыны болған жағдайда қалай әрекет ету керектігін айтып, арнайы ақпараттық парақшалар таратты. Қызыл жарты ай қоғамының өкілдері киім-кешек үлестірді. Ал ерікті студенттер арықтарды тазалап, суағарлар жасады. Айта кетейік, қазір облыста су тасқынының алдын алуға арналған арнайы штаб жұмыс істейді. Жергілікті қазынадан бұл мақсаттарға 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Қазір қауіп бар жоқ деп айта алмаймын, өйткені біз Көкпекті, бізде Көкпекті су қоймасының жағынан келеді. О жақта қазір қар қалай еріп келеді, соны қазір айтып, нақты айтып. Біздің ең негізгі мақсатымыз халықты су тасқынынан қорғау. Біз қазір халықты барып орналасатын жеріміз дайын, бәрін уже қабылдап, бәрін уже жасап қойдық. Франция астанасы Парижде лаңкестік әрекет ұйымдастыру мүмкін деген күдікпен 4 адам ұсталды. Олардың 3-і ер адам, 1-і әйел. Францияның ішкі істер министрі Бернар Казневтің айтуынша, қауіпсіздік саласының қызметкерлері күдіктілерді 1 ай бойы аңдыған. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың 14 қарашасында Парижде болған терактілерден кейін ел билігі қауіпсіздік шараларын күшейткен еді. Бізде Францияда теракт ұйымдастыру мүмкін күдікті жайлы ақпарат бар. Бұл адам Сириядағы лаңкестік ұйымдармен байланыста болуы мүмкін. Күдікті және тағы 3 адам ұсталды. Қазір осы ақпаратты тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Ал Бельгияда лаңкестік қауіптің 3-ші деңгейі жарияланды. Бұл жөнінде ел премьер-министрі Шарль Мишель мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, кеше ел астанасы Брюссельде арнайы рейд кезінде атыс болып 4 полиция қызметкері жараланған. Ал күдіктілердің 1-і оқиға орнында оққа ұшты. Бұл арнайы операция өткен жылы Париждегі терактке қатысы бар адамдарды іздестіру мақсатында жүргізілген еді. Тәртіп сақшыларына оқ атқан тағы 2 күдіктіні іздестіру жұмыстары әлі жалғасуда. Мәскеуде Еуразиялық экономикалық одақ кеңістігіндегі саяси даму мәселесіне арналған жиын өтті. Шараға Қазақстан мен Ресей сарапшылар қатысты. Жиында Қазақстандағы саяси ахуалда сөз болды. Сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның жетекшісі Нұрлан Ерімбетов еліміздегі сайлау алды кампания жайлы айтып берді. Ресей саясаттанушыларының айтуынша, Қазақстандағы парламент сайлауы белгілі мөлшерде көршілес мемлекеттерге де әсер етеді. Люди получили возможность
Адамдар қазіргі Қазақстанның даму бағытына қатысты пікірлерін білдіруге мүмкіндік алды. Бұл сайлау жалпы қазақстандық саяси ұлт қалыптастырудағы жетістіктердің нәтижесі болып табылады. Қарағандыдағы Достық үйінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының кезекті облыстық кеңесі өтті. Оның жұмысына өңірдегі барлық этномәдени бірлестік жетекшілері қатысты. Қазір күні кенді өлкеде жиын саны 78 этномәдени бірлестік жемісті жұмыс істейді. Солардың ұйытқы болуымен жыл басынан бері ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 500-ге жоқ түрлі іс-шара өткізілді. Кеңесте атқарылған осы шараларға шолу жасалып, алдағы жұмыс жоспары пысықталды. Ел ынтымағын нығайту жолында бірлесіп еңбек ету керек дейді жиынға қатысқандар. Бұл күні кеңес жұмысына Қазақстан Халқы Ассамблеясы атынан парламент мәжілісінің депутаттығына үміткер болып тіркелген Сауытбек Әбдірахманов, Роман Кем және Шакир Хахазов та қатысты. Олар халықтан қолдау тауып жатсақ, алдағы уақытта ұлтаралық татулықты нығайтуға заңдық тұрғыдан күш саламыз дегенді айтты. Біздің мақсатымыз елдегі достықты, бірлікті, ауызбіршілікті, татулықты беркіте түсу, осы жөнінде қабылданатын заңнамаға қамқорлық жасау, тікелей араласу, одан кейін әлеуметтік экономикалық реформаларға қатысты заң жобаларына өзіміздің үлесімізді қосу. Бізге қарағандылық ағайындар қолдау көрсетіп сенеміз, біз халықтың сенімін ақтайтын боламыз. Атырау облысында 10 миллиард теңгенің жылжымайтын мүлкі заңдастырылған. Бұл 2014 жылдың 1 қыркүйегінен бергі көрсеткіш. Мұнайлы өңір тұрғындарының жеке мүлкін жария етуде белсенділігі жоғары. Құзырлы мекемелерге 1,5 жыл ішінде 1200-ден астам өтініш түскен. Айта кетейік, 2017 жылдан бастап мемлекеттік қызметшілер, мемлекеттік кәсіпорындар мен ұлттық компаниялардың мамандары да табыс декларациясын толтыруға міндеттеледі. Соңғы сатыда республикамыздың барлық азаматтары мүліктерін жариялайтын болады. Ол жарияланған мүліктің құны 10 миллиард теңгені құрайды. Сонымен қатар республикадан тыс жерде 8 арыз бойынша мүлік жарияланып, олардың құны 74 миллион теңгені құрап отыр. Сонымен қатар облысымызда 5 миллиард 200 миллион теңгені құрайтын ақшалай қаражат жарияланды. Бұл азаматтарға айта керек, осы мүлікті жариялау науқаны бұл жалпыға декларацияға көшудің алдындағы беріліп отқан соңғы мүмкіндік. Ақмола облысының этика жөніндегі кеңесінде 2 бірдей шенеунік әкімшілік жазаға тартылды. Алғашқысы Есіл ауданына қарасты Двуречин ауылдық округінің әкімі Қайрат Мусин. Мемлекеттік қызметкер көптің көзінше өзін сынға алған тұрғындарға кейін қоқан-лоққы көрсеткен. Ал Целиноград аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің жетекшісі Нұрлан Қуандықов мемлекеттік сатып алу саласында заңсыздыққа жол берген үшін жазаланды. Ол қымбат тұратын акустикалық қондырғыларды кәсіпкерден тікелей сатып алған. В отношении Акима Двуреченского сельского округа и сельского... Кеңес Двуречин ауылдық округінің әкіміне қатаң сөгіс жариялау керек деп шешті. Себебі ол мемлекеттік қызметкерлер этикасын өрескел бұзып отыр. Ал Қуандықов тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Оған өз қызметіне сай емес деген айып тағылды. Осы жылдың ақпан айында еліміздегі орташа жалақы 127.004 теңге болды. Бұл ұлттық экономика министрлігінің ақпараты. Қаңтар айында халықтың жан басына шаққандағы ақшалай табыстары болса 68.176 теңгеге жеткен. Бұл өткен жылғыдан 10,4%-ға артық көрсеткіш. Ведомствоның мәліметі бойынша республика аумағында еңбекпен қамтылмаған 450 мыңнан астам адам бар. Жыл басынан бері олардың 66 мыңға жуығы жұмыспен қамту органдарына тіркелген. Әзірге айтарымыз осы, түскі жаңалықтарымыз 13:00-де.